Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Bouncy Balls деп аталатын сайтпен таныстыратын боламын. Бұл сайт тыныштық сақтауға арналған сайт болып табылады. Бұл сайтқа қалай кіреміз? Ең алдымен Google-дың іздеу жолағына Bouncy Balls деп жазамыз. Жазғаннан кейін ең бірінші шыққан сайтқа кіретін боламыз. Бұл сайт негізі ағылшын тілінде жазылады. Егер ағылшын тілі түсініксіз болса, орыс тіліне аударып алсаңыздар болады. Начинай прыгать дегенді басамыз. Міне бізде төменгі жақта неше түрлі эмоциялардың түрлері бар, және де оң жақ бұрышта микрофон деген бар, чувствительность, общий және де неше түрлі темалар көрсетілген. Егер микрофонды қоссақ, яғни сіздің дауысыңыздың ырғағына байланысты эмоциялар жан-жаққа қимылдай бастайды. Егер қатты сөйлесеңіз, сізге хабарлама береді, яғни тыныштық сақтаңыздар деген. Қосып көрейік. Міне біз сөйлеген сайын, яғни слишком шумно. Эмоциялар жан-жаққа шашырап жатыр. Қатты сөйлеген сайын, осындай, яғни слишком шумно деген секілді сіздерге хабарлама береді. Осы секілді, егер сіз тәрбиеші немесе мұғалім мектепте болсаңыз, және де сіздердің балаларыңыз, оқушыларыңыз тыныштықты сақтағанын қаласаңыздар, осылай қызықты ретінде қызықтырып қосып қойсаңыздар болады. Қатты сөйлеген сайын, яғни слишком шумно деп хабарлама береді. Осыған орай бала да қызығып тыныштық сақтауға, яғни ондай сөзді шығармауға тырысады. Бұл жерде міне микрофон, чувствительность, яғни сіздердің төменге түсіруге болады, және де жоғары көтеруге болады. Және де бұл жерде тема деген бар. Біз қазіргі пайдаланып жатқанымыз эмоци темасы. Бұл жерде пластик. Жаңа балаға немесе оқушыға қайсы қызықты, қай тема қызықты, соны қойсаңыздар болады. Бұл пластик темасы. Одан кейін числа деген бар. Числа бірнеше саннан тұратын числалар шығады. Одан кейін пузыри, глазные яблоки. Және де төменге қарай қарасаңыздар, бұл жерде предупреждение о шуме. Без звука қоюға болады, звуковой немесе сигнал қоюға болады. Звуковой сигнал. Сал қосып көрейік. Қатты сөйлеген сайын, міне осындай дауыс шығады. Пластикті қосып көрейік. Слишком шумно, яғни звуковой сигналмен предупреждение, яғни сіздерге хабарлама береді. Без звука да қоюға болады, немесе осындай птичкамен. Чувствительность жоғарғы сақта болады. Осылай сіздер сабақта немесе балабақшада жүрген балаларды осылай тыныштық сақтауға қызықтырып пайдалана берсеңіздер болады. Міне слишком шумно деп шығып жатыр, яғни мен без звука дегенге қойып қойдым режимға. Осы сайт сіздерге қызықты болса, егер ұнаған жағдайда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл сайт сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.